Так, ассалаумағалейкум достар. Бүгін біздің тікелей эфиріміз кәсіпкер, тәжірибелі кәсіпкер Ахметбек Нұрсила мырзамен бірге болады. Ол кісі осы жерде отырды, мен сәлем деп жаздым дейді. Біз көрмей қалыппыз, ол кісі де дайын екен. Қазір тағы да осы жазса, біз көрсек, сол кісіге мен қосамын қазір. Бейне бағана көрмей қалған болуымыз керек. Так, галочка құтты болсын, галочка баяғыдан бері бар. Так. Ахметбек мырза осы жерде қазір көрген болатын болсаңыздар, айтыңыздаршы маған. Мен қазір жаздым дейді сәлем деп менің аккаунтымнан. Басқа аккаунттан жаздым екен, біз көрмей қалдық. Жалпы бүгінгі қайттан айтылайын, бүгінгі біздің формат, мен мынау арнайы нені киіп отырмын, шаңырақты, бәріміз бір шаңырақтың астында өмір сүріп жатырмыз, қазақ болып, ертең кәсіпті не істейміз деген сұраққа жауап іздейміз. Ахметбек мырзамен бірге отырып қазір ешқандай да мен бүгін сөз жарыстырайын деген мақсатты емес, бүгін ақыл жарыстырайын деген мақсат емес. Бұл жерде отырып ақылдасу деген форматпен біз бүгін осы жерге басымызды жинап отырмыз. Ахметбек мырза өзінің айтуы бойынша осы жерге қазір кіріп отыр, біз оны көрмей жатырмыз. Ахметбек мырза, мен Ахметбекпін деп жазсаңызшы, мен сізді көрейін. Уалейкум сәлем. Может, аккаунттан біз таппай жатырмыз сізді. Так. Бүгінгі жоспарымыз кәсіпкердің осы неден кризистен шығуының Ахметбек мырзаны көрген адам болса, шыда айтсыншы. Мынау, бүгінгі біздің тақырыбымыз шағын кәсіпкердің кризистен шығудың 5 жолы деген. Все, Ахметбек мырзаны көрдік. Ахметбек мырза, қош келдіңіз. Міне қазір. Все, көрдік. Так, мен де запрос жібердім, қазір интернет жақсыласа. Қайырлы кеш, Қуаныш бауырым. Ассалаумағалейкум. Қазір мен сізді көрмей жатырмын, қазір көріп алайық. Сіз қалайсыз? Жақсысыз ба? Жақсы, үйде отырмыз. Бүгін карантин жақсы болып отыр сізді. Қалада адам азап. Қазір мен сізді көрмей жатырмын, мына жерде Ахметбек ағаны көріп тұрмын, қалай болып отыр? Так, біз көрмей жатырмын. Көрмей отырмын. Так. Қазір аға, мен сізге тағы да запрос жіберем, хорошо? Мен көріп жатсыз. Қазір жіберем запрос. Мен көріп отырмын. Сіз көріп отырсыз, мен көрмей отырмын. Так, ағайды кім көріп отыр? Мен көрмей отырмын. Отырген менен басқан бәрі. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Так, ассалаумағалейкум аға, сізді... Алло, ассалаумағалейкум аға, тағы да. Уағалейкум ассалам. Аға, мен көрмей отырмын, сондықтан осы жерден енді көрмесем де сізбен сөйлесе берейін. Аға, қош келдіңіз біздің эфирге бүгінгі. Келіскеніңізге рахмет, Алла разы болсын. Қалайсыз, жағдайыңыз қалай болып отыр? Настроениеңіз қалай? Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, бәрі тамаша. Жалпы, сізге деген осы жерден құрметімді білдіргім келеді, өйткені өткенде 59 жасқа толғаныңыз құтты болсын айтқандай. 12 сағат бойы үлкен марафон жасаған екенсіз, көріп шықтым. Рахмет. Енді сізде бар күш талай адамда жоқ, менде де жоқ, оны мойындауым керек. Сондықтан да сізге деген құрметіміз шексіз. Аға, мен енді осы көптеген мен енді осы жердегі көрермендерге айтайын. Мен Ахметбек мырза бұның алдында сөйлескен жоқпын. Кеше осыдан бері звондағым деп жүрген, бірақ бір хайп үшін емес, бір пайда үшін хабарласуымды жөн ойладым. Кеше мен осы бір жағдай болды, ана болды. Мен бірінші Ахметбек мырзаға сразу звондап, ақанда келісе кетті, Алла разы болсын. Мен қазір Ахметбек мырза айтатын нәрсесін бәрін мен де сіздермен бірге тыңдаймын. Ешқандай да бұл жерде кеше маған көптеген адамдар жазды. Мен 1000 жыл күттім, мықты болды, өрт болайын деп жатыр, от болайын деп жатыр деген сияқты. Так, естілмей қалдық. Так, Ахметбек ағаны жоғалтып алдық біз. Так.
Biz Ahmetbek ағаны жоғалтып алдық. Ағаны жоғалтып алдық. Так. О, аға көрдім сізді. Ассалаумағалейкум. Аха, мен жаңа талдым. Иә, сізді сол елге таныстырып отқан. Ахметбек мырзаны танымайтындар болса, Қазақстандағы белді кәсіпкер, бизнес тренер. Кеше Сырымбек бауырымызбен бірге тікелей эфир жасадық. Сырымбек мырза енді бұл $50 миллион оборот бар үлкен кәсіпкер. Бірақ ол кәсіпкер басқа, бірақ мынау енді бизнес тренерлердің де ойлары басқа деп мен білемін. Өйткені екеуінің ойы. Так, аға, қош келдіңіз тағы. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Настроениеңіз қалай? Аға, енді алғашқы сұрақ, сізде енді осы бизнеспен айналып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Мен 91-ден. Міне 91-де кеткен мен үкіметтің жұмысынан. То есть 29 жыл болды ма? Иә, 29 жыл, 30 жыл болатын шығар келесі жылы. Алла қаласа. Енді бұл қаншашыншы кризис сіз көріп отқан? Есебінен жаңылдық. Енді бүкіл осы Қазақстанда жалпы әлемде болып жатқан кризистердің бәрін бастан өткірдік қой. Соның ішінде банкротство, инфляция, алғаш теңге болған кезде, алғаш теңге кірген кезде, бүкіл рубльдер керек жоқ, қажет жоқ болып қалған кезде рубльдерді өткізіп. Мың тірлік кәсіпкердің өмірі ғой. Конечно, бұл кризистен кәсіпкердің өмірі. Аға, бір сұрақ қойыншы едім. Қазір енді мынау жаңа кризис келе жатыр. Өзіңіз де байқап отырсыз, көріп отырсыз. Жалпы бұл кризистің ерекшелігі не деп ойлайсыз? Ережесі ма? Жоқ, сұрақ. Ерекшелігі, особенность. Ерекшелігі? Бұл кризистің ерекшелігі меніңше ұзақ болатын сияқты бұрынғыларға қарағанда. Өйткені Қазақстанға мен емес, жалпы мен бақылап отырмыз ғой, арты не болады екен деп. Осы жерде мына жалпы әлемдік экономиканың құлдырауы, соның ішінде мына мұнайдың Америка мен Ресейдің, мына Сауд Арабиясының арасындағы текетірес ұзаққа созылатындай осылай мен эксперттердің ойларын оқып отырсам, бұл ұзаққа созылатын сияқты. Енді Қазақстанның біз енді товардың өте көбін енді шетелге байланбай қалған мемлекеттер жоқ қой. Американың өзі көп нәрсені шетелден әкеледі. Ал біз шетелден өте көп нәрсе әкелеміз. Ал енді валюта әкеліп отырған дүниеміз, мұнайдың бағасы көлемі азайғаннан кейін бұл кризис ұзаққа созыла ма деген, бұрынғы сияқты бір 2-3 жылдың ішінде, 1-2 жылдың ішінде аяқтала қоймай ма деген осындай бір үрей қорқыныш бар. Аға, енді сіз осы уақытқа дейін қаншама кризистен өттіңіз. Әр кризис өзі бір не ғой? Өзінің бір табиғаты бар. Мысалы үшін 2008 жылғы кризис ол басқа кризис, себебі ақшадан жоқтығы, ликвидность. Мынау 2014 жылғы бізде болған девальвацияның алғашқы күні 30 миллион жоғалтқан бір күнде. Ол кезден де ұсыма басқа. Енді мынау бір сұрақ, жалпы осыншама кризистен шықтыңыз, жалпы қандай ой түйдіңіз кризистерден? Енді ол жалпы бәріміз жаттап айтып жүретін нәрсе, не нәрсе бізді өлтірмесе, сол бізді шынықтырады, ол өмірдің заңдылығы шындығында, қарапайым ғана нәрсе. Енді қазақстандықтарға қорықпайтын нәрсе қалай үлкен табиғи ресурстарымыз бар. Біз енді өте қатты бір мысалы аштыққа ұрынып, күнкөріске ие болмай қаламыз деген ондай қорқыныш жоқ. Тек қана біз мына тойды азайтып, шығындарды азайтып, бұрынғы сияқты мысалы шетелге шығу дегенді азайтып, демалуды азайтып, кішкене былайша айтқанда белбеуді қаттырақ тартып, ғылым білімге, онан кейін кәсіпке көбірек көңіл бөлеміз. Сондықтан бір жағынан мен алдыңғы күні пост жаздым. Ана күнгі денсаулық министрі айтып қалды ғой, наконец-то
келді деп бәрі қылжақтап жатты, енді байқамай сасқалақтан айтып қалған ғой. Мен айттым, осы кризисті мен ұзақ күтіп едім шындығында. Іштей менің ана Фейсбуктағы парақшама осыдан 6 жыл бұрын ба Фейсбукқа кірдім. Содан бері мен 5 жыл бойы қарсақ келе жатырмын. Мына жын ойнақты, тойлауды, үлкен спортты көбінесе азайтып, қазір біз ғылым білімге, мына ауыл шаруашылығымен айналысатындар, ауыл шаруашылығымен тереңірек айналысуға, бүкіл мына басқа нәрсеге шашып жатқан ақшамызды, жеке тұлға болсын, мемлекет болсын, осыны тек қана болашаққа жұмыс істеу керек деп мен 5 жыл бойы айтып келе жаттым. Сонда адамдар көбінесе сен қызғанасың ба, тойды немене қызғанасың, мына әнші шоуларды немене қызғанасың, қазақ ақшаны тойлау үшін жасалған деп жаратқан деп айтып келе жатты. Мен айттым, сол кризис ертерек келген дұрыс болды. Өйткені бұл ертеме кешпе келетін жағдай еді. Сондықтан неғұрлым ертерек келсе, соғұрлым біз есімізді жиып, ары қарай айналса, шынымен тіршілікпен, болашаққа керек тіршілікпен айналыса бастаймыз. Сондықтан қайғырат ештеңе жоқ. Ең бастысы адам рухын түсіріп алмау керек. Аға, енді сіздің қазір кеше сайтыңызды көріп шықтым. Жалпы елдер айтады да, Ахметбек мырза, сіз қалай, көзқарасыңыз қалай деп. Мен шыны керек, мен сізді құрметтейтінім мынау жасыңызға. Бұл жасыңыз үлкен болған үшін емес. 59-ға келіп жатқан, енді әкелерім жасты, көбісі қазір енді елдер айтып жатыр. Көп адамдар, мен де айтып жүрем, проблемасы өзін пенсияға ерте шығарып жібереді. Сіздің енді мынау соншама энергияны күшті тауып, 59 жасыңызда мынау кеш сайтыңызға қарасам, SMM, таргет, былайша айтқанда копирайтинг туралы современный әңгімелерді айтып жатырсыз. Бұл енді ең маңызды нәрсе, осы нәрсені сіз игеріп отырсыз. Мен енді осы сұрақты қойғым келеді. Көп адамдар, сіздің жасыңыз адамдар өздерін былайша кезде пенсияға шығарып жібереді. Сізді қай моменттен бастап осы бір технологияның маңыздылығын қай моментте түсіндіңіз? Интернет қазір байқасаңыз, кеше мен қарап отырмын, қасымыздағылардың көп адамдардың именно онлайн кәсібі бар адамдар, именно онлайнға шыққан, кәсіпкерлік онлайнға шыққан. Кеше мен бір шәкіртім бар, кеше 600 мыңға сауда жасапты. 600 мыңға маржасы почти там 20% маржамен. Неге? Почему? Потому что онлайн бар. Осыны сіз қай моментте түсіндіңіз, что онлайн маңызды екен? Өйткені сіз мебельмен айналыстыңыз, қолмен айналыстыңыз, қожамен айналыстыңыз. Қай моментте осы бір пайда болды? Енді оған бір тағдырдың бір тәлкегі болды да. Мен соған қуанам. Негізгі өзі адам бір қиналысқа түскен кезде өліп қалмаса қуану керек, аман қалса. Осыдан аман қалсам, енді өлмеймін деген сияқты. Мен де сол ет комбинатын, мысалы, анау 94 жылы сатып алдым. 1 миллион 200 мың долларға 94 жылы Үржардың ет комбинатын. Сонан кейін тон заводын нөлден бастап аштым. Онан кейін жиһаз фабрикасын деген сияқты. Соген адамға кеудеге нам піседі ғой. Ана өндірісті қолы көтердім, мынаны көтердім, бүкіл Қазақстанға филиал ашып тастадым. Енді мен кез келген уақытта кез келген нәрсені жасап кетем деген. Содан кейін оңбай 2-3 рет сүріндім. Енді бір жылдары мен мына Рахат Әлиевтің қыспағынан Қытайға қашып кетуге мәжбүр болдым. 3 жылда жүрдім. Қытайда мына киім бизнесімен айналыстым да, модный бизнеспен. Содан где-то бір 500 мың доллардай бір проектті жасап құладым. Біреуіне 300 мың доллардан құлағанда Гуанчжоуда тұруға, оны бизнес жасау үшін Гуанчжоуда тұру керек болды. Бірақ мен одан мәңгілікке тұруға шыдай алмадым, қайтып кеттім. Келгеннен кейін сол бизнесін тоқырады, киім бизнесмен. Содан кейін таксопаркпен айналыстым. Мына Peugeot деген машинелер бар, соларды алып партнер. Peugeot партнер да, содан мен 1 миллион 200 мың долларға 60-ын бірақ алдым. Бірақ өзім техникадан нөлмен, вообще ұқпаймын. Содан соны әрең дегенде жүргізіп, содан құладым. Сол кезде маған мынандай ой келді. Бұрын қалай мен бизнес жасап жүрдім, өндірістер жасап жүрдім. Ананы жасадым, мынаны жасадым. Енді неге бұлар мына таксопаркпен неге жүрмей жатыр? Ана киім бизнесін неге құладым? Содан кейін тағы да біраз ұсақ-түйек бір нәрселер ұстап едім, сәті болмады. Содан кейін бір сатқын ой келеді ғой. Бұрын сәтін салды. Бір сәтін салғаннан кейін сен кәсіпкер болып кеттің. Ал енді мына өмір көрсетіп еді, сенің желің шықты да түкке жарамай қалдың. Сен сен бизнесмен емес шығарсың деген сияқты бір қорқынышты үрейде келе бастады. Анаған мен үлкен ақшаларды салып, сол кезде мен үшін үлкен ақша, мысалы, 1 миллион 200 мың доллар салып жүрген. Көп адам үшін 1 миллион 200 мың. Енді үлкен көп көрім ақша. Оған мына кеуде, сасық кеуде дейді ғой. Аса сенімділік те кейде зияны тиеді.
сол кезде мен есімді жидым. Содан кейін мен мына жылқы, түйе сатып алып, қымыз шұбатпен айналыса бастадым. Ол да сәтсіз болды, өйткені маған 6000 гектар жер берді, су шықпайтын жер. Құдығындағы су таусылып қалды да, малды суғаратын жер жоқ. Сөйтіп жүрген кезде мен аяғымды сындырдым. 2015 па 15-те қойды, 5 жыл бұрын, 6 бұрын мына бір аңға шықпаушы едім. Сол кезде депрессияда жүрдім да, құдам алып барып аңға шығып, содан бір жардан секіріп, аяғым бүтіс болып сынды. Аяғымды көтеріп жаттым. Ана жылқы, түйелер жоғалып жатыр, оны іздеп жатыр, балаларым шапқылап жүр, өзім шыға алмаймын. 3-4 аяғымды көтеріп жаттым. Сол кезде енді ноутбукпен қарап жатыр едім. Ресейдегі бизнес молодостың видеосын кездейсоқ көріп қалдым. Сол жерде контекстный реклама дегенді көрдім. Жалпы сайт деген бұрын ойлайтын, мен сайт деген әшейін ашып қойған бір нәрсе екен деп. Сол кезде контекстный реклама, содан кейін әлеуметтік желідегі кетіп бара жатқан копирайтинг деген, сол кезде көптеген жаңа мағлұматтар естідім да, мен өзім бұрын стратегия бизнесі, экономика, финанс жағынан кішкене Гарвардтың кітаптарын оқып, бірдеңке білемін деп жүрген, әлемнің мүлде басқа жаққа кетіп бара жатқанын, сол кезде семантика деген қалай жасау керек екен, таргетинг деген реклама бар екен, Инстаграм, Фейсбукты ойлайтын, елдер өсек соғып отырады десем, біреулер тойға айналғанда біреу қойға айналып, біреу одан ақша тауып жатыр екен. Және де бүкіл бизнестің осылай қарай кеткенін ұқтым. Мен Билл Гейтстің сөзін оқыған. Егер сен 21 ғасырда сенің бизнесің интернетте келмесе, сенде бизнес болмайды дегенді, оны естимін де, бірақ санама кірген жоқ болатын. Оны неменеге айтты екен? Интернетсіз ақ бизнес жасадық қой осы уақытқа дейін. Міне завод, фабриканы жасап жүрміз, қазір де жасап жүрміз деген, енді бізде кеуде бар ғой енді, немене дейді, коронаны киіп алып, Билл Гейтс айта береді, ол Америкада Қазақстанды бұл кемейді деп өзімше сөйтіп жүрген. Оның кейін айгын ұққаннан кейін 20 жастағы мына КБТУ-дің студенттері болды, солар мектеп ашыпты. Мына осы I+ ба? ұмытып қалдым, Нұрсұлтан деген жігіт. I+. Менде де оқыған. $1000 барып оқытамыз деп, соңын балдақпен бардым әкеге. Барсам өңкей жас жігіттер, 18, 19, 20 жастағы жігіттер мүлде басқа тілде сөйлейді. Мүлде ағылшын сөйлейді, оңын мына интернет тілімен сөйлейді. Мен жалғыз ішіндегі шал болдым. Қалып қала берем. Бір 30 ай жігітті оқытты, ұқпайым терминдарын, компьютерді білем, бірақ сондай өте нашар білем. Соң кейін бұны мен үйренім керек, не бизнеске тен шығуым керек екен деген менде қорқыныш болды да. Сол жердегі жас қыздарға ақшаларын төлеп, конфетін апарып беріп айттым, сендер маған үйретіңдер, мен сабақтан кейін қалайын, ертең таңертең келейін деп. Сол 2 жыл 2 айдың ішінде өзім контекстный рекламаны кәдімгідей меңгердім. Таргетингті меңгердім. Сызып отырып, домалақпен, кружокпен, мына кнопкадан кейін мынаны басу керек, мына кнопкадан мынаны басу керек деп үйрендім да. Ең алғашқы сол интернетте жасаған бизнесім мына авточехол болды. Автомода дегенді өзім соны ойлап шығардым атын. Бір журналист жігіт келді, Қытайдан келген. Соның кейін өзім бірінші қолмен сайт жасадым. Сол автомодан толықтай сайтын жасап шықтым. Бірақ программисттерге бергіздім, ішінде контентін, бүкіл ішінде call to action қалай болу керек, кнопкалар қалай болу керек деген сияқты. Содан кейін соны таргетингке жібердім. Сонда мынандай қызық жағдай болды. Анау жас жігіт, жаңағы чехолды біз Гуанчжоудан тіктірдік, өте сапалы қылып. Содан кейін бүкіл мына әртістер, парламенттер, әкімдерге дейін алды чехолды қазақтың оюымен. Содан кейін мен айттым, сайтты запускать етіп едім, ана жігіт чехол келгеннен кейін базардан немене аша бастады. Контейнер. Карситиден бір бутиктер аша бастады. Мен айттым, құмар, бутикпен сатылмайды, бұл сатылса интернетпен сатылуға тиіс. Жарайды дедім, ол жас жігіт, сен сол базармен істе, мен сайт жасайын деп сайт жасап, таргетикке жіберіп едім. Бір күні көз бақырайып келді. Аға, 58 заявка түсті деп. Шынымен мынау алапат күш екен ғой, мынау деген сұмдық нәрсе екен ғой, мынау. Мен базарда бір айда сатқанымды, мына бір-ақ күннің ішінде заявка түсті, соның 30-40-ын сатып жібердім деп бір қорақша алып келді. Содан кейін айттым, міне өзімде көзім жетті. Мына заманауи технологияны меңгеру керек екен. Ары қарай команда жинадым, мен енді күндіз түні осы неменені интернет технологияны меңгере бастадым. Содан кейін ұқтым енді көптеген азаматтар, әсіресе қазақ тіліндегі жас жігіттердің өзі, біраз кәсіпкерлермен сөйлесем, ешқайсында түсінік жоқ.
жалпы осы копирайтинг деген не, YouTube продвижение деген не, жалпы таргетингтің өзін көп адамдар білмейді. Содан кейін осы технологияны қандастарға үйрету керек екен деп, мен осыдан 5 жыл бұрын осы бизнес бастау деген жобаны бастап кеттім. Иә, өте керемет. Мен алдында мен жаңа Билл Гейтстің сөзін білмейді екенмін. Өзім енді жобалап, осы мен енді ресторанмен айналысқан кезде де интернет не қылып жүрмін. Сонда мен мынандай сөз айттым мен өткенде февральда. Клиентті онлайн тарта алмаған бизнес жартылай өлді деген. Аха, дұрыс. Билл Гейтспен екеуін бірге. Енді ақылдың жолы бір ғой. Сөйтсе, қазір айтамда, қазір кімнің онлайн нарығы жоқ болды, қазір почти 90% бизнес үйде жатыр. Мен кеше осы сөзім енді өтірік шықпайын деп, просто бір мысалға андай бір нәрсе істедім мен, андайшы. Осында мынандай істеп қойдым, инструкция. Сөйттім да саттым, 990 дегенде сатып жатырмыз. Бұл әшейін маған ол ақша келмейді ғой. Көрейінші дедім да, осы анау өліп қалды ма, өліп қалған жоқ па деген деді. Мен күніге $50 жібердім. Таргет көмекшім кеше 70 мыңға сауда жасапты. Енді бұның қазір қанша екенін білмеймін, қазір бір 30-ға шығады. К чему? То есть өліп қалған жоқ та ештеңке. Просто онлайнда жүріп жатыр, сен оған өнім бере алмасаң, мысалы үшін кеше біз почти 50 мың теңге пайда тауыппыз. То есть біз таптық неге? Потому что онлайн кәсіпті меңгердік. Онлайн кәсіпті меңгермеген басқа адам мұны таппайды. Аға, енді сұрақ, жалпы енді талай кризистен шықтыңыз, өлген нәрсенің бәрі күшті болады дейді. Сіз енді бірнеше кризистен шыққан адамсыз. Жалпы жаңа көрген кәсіпкерлерге почти 2 мың адам қарап отыр. Үлкен кәсіпкерлердің әңгімесі понятный. Кеше Марғұн ағамен сөйлесем, Марғұн аға айтып отыр, енді ол жақта акция, облигация, енді ол жақта әңгіме, ол құнды қағаздар, ол понятный. Бірақ өзіміз сияқты кішігірім кәсіпкерге, енді жарайды, бізден де енді кіші кәсіпкерлер болса, айына бір 300 мың, 500 мың, 1 миллион тауып жүрген кісілерге, кәсіпкерлерге не айтасыз? Мен өзім айтатынымды айттым, осы сізден бір тыңдайық деп едік. Не айтасыз? Қалай шығуға болады осы кризистен? Енді кәсіпкер деген кім? Қарапайым кәсіпкер деген, кешір өткен жолы сен бір неменеңді айтып қапсың сұрақты. Енді мен өзіңді қатты сыйлаймын, өйткені кәсіптен хабары жоқ адамдар, өз қолымен істемеген адамдар осы кәсіпке үйрете бастады. Менің де біраз шәкірттерім бір бизнес, 2 бизнестен басында сәтті болды, онан кейін 3-4-еуінен құлады. Содан кейін енді кәсіпкерлік мектеп ашады. Содан кейін мен әкелерге айттым, мен қызғанып отырған жоқпын. Конкурент болған жақсы. Жалғыз жүгіріп, ешқашан өз күшіңді біле алмайсың да, бір бәсекелес болса, өзіңнен мықтырақ. Сол Қуаныш Шонбай шыққан кезде мен жігіттеріме айттым, наконец, реально бір адам шықты, кіммен жарысуға болады. Енді жалғыз жүгіріп жүрген кезде немене болмайды ғой енді. Шыңсап, және бұл жігіт әлемді аралап жүр, көп нәрсе бұдан үйренуге болады. Өйткені дәл осы салада біздің аудиторияда көп нәрсені үйренуге болады дегенде. Соңғы сол жігіттерге айтамын да, сен бір кәсіптен, мысалы былай сияқты, мал бақтында малың қырылып қалды. Енді жеміс-жидек өсірейін деп едің, жеміс-жидектің бәрі су алмай құрғап қалды. Енді сен не істейсің десем, мен мал өсіруді үйретемін. Ол енді ақымақтық қой. Мысалы, мен айтамын, Қуаныш Шонбай кәсіптерін жасап жүр, реально құлады, көтерілді, оның біреуге ақыл айтуға қақысы бар. Мысалы, мәшине жөндей алған адам, мәшине жөндеу туралы айтуға әңгімесі бар. Құрылыс салып жүрген адам, құрылысты қалай салу жайлы әңгімесі бар. Бірақ бір нәрсеге мен анша келіспеймін, өйткені бір 5 адам, 5%, 100 адам болса, соның 5% бастап кетеді дегенге. Жоқ, аға, бұл сіз ол жерде мені қате түсіндіңіз. Бұны мен Дашкиевпен кездескен кезде, ол бизнес молдыстың маған статистикасын айтты да, бизнес курстарға барған адамдардың 5% бизнес успешный болады деп. Ол себебін түсіндірген кезде, ол көп адамдар курстан кейін до конца жүрмей қалады деп. Өрдегі мақсат 5% адам кәсіпкер болады деген мағынада емес. Мен Михаил Дашкиевтің сөзін сол айтып көргенмін ғой. Онда кешірім сұрайын. Сол жерде мен соңғы артынан бір жауап жаздым. Көрдім. Мен өзім Дашкиевтің випінде болдым ғой. 2 ай Дашкиевпен. Бардым ғой, көрмедім ғой сізді, көрмедім ғой. Кездестік қой Мәскеуде. 2 ай мен сол Дашкиевпен көп жағдайда біз енді олардың мынандай білімдері жоғары болғанмен өмірлік тәжірибеде сатып алмайды, тәжірибені өту керек. Сол жерде көп жағдайда біз былай келіспей сөзбен нетіп қалған, дауласып қалған кездеріміз болды. Енді мен қазір дәлелдегенге өзім тырысып жатырмын. Жалпы мен кәсіп деген сөзді былай айтайын. Біреуге пайда келтіру, не болмаса біреудің проблемасын шешіп беру, солай ғой? Конечно. Енді мен айтамын, қолыңнан бірдеңке кесе. Сен айталық, мысалы, манты пісіре аласың.
манты пісіре алсаң, енді біреулер туған күн жасайды, біреу құда күтеді, сол мантыны апарып берсең, ол енді үйінде пісіруға енді уақыты жоқ, уақыт неткісі келмейді, онымен басын қатырғысы келмейді. Сен пісіріп әкелдің, үстіндегі өзіңнің еңбегің үшін алдың, сен оған жалақы емес. Болмаса киім тіге аласың ба, мал сой аласың ба, бақша өсіре аласың ба, әйтеуір сен бірден қолыңнан келеді, енді саған клиент керек. Болды ғой. Клиент керек болғанда енді осы онлайн мына немен арқылы клиентті онлайн ең жиі әкелу. Енді осы жерде бір қысқаша айтып кетейін. Жаңа онлайн жайлы айтып жатырмыз ғой, заманның талабы. Airbnb деген компания бар да, менің арғақ балам көрсетіп берді. Осылай мына шетелге шыққан кезде осылай пәтерлер жалдаймын деп. Қарасақ, Marriott деген отельдің 150 жылдық тарихы бар да, Hiltonның 150 жылдық тарихы бар. Капитализациясын қарап отырсақ, Airbnb-дік 31 миллиард доллар екен. Бір қонақ үйі жоқ. Бір қонақ үйі жоқ. Сол сияқты Uber, Яндекстің де, мысалы, капитализациясы қазір Яндекстің өзінің қанша миллиард болды, 4 миллиард па. Uber'мен қосылған кезде оларды 30 миллиардтан астам. Бір таксопарк, бір мәшинесі жоқ. Сондықтан мен қазіргі кәсіп жасайын деп атқан, болмаса кәсіпті ақырын бастап жүрген адамдарға не айтатын едім? Заманауи технологияны енді қолыңнан бірдеңке келсе, енді саған не керек? Енді саған клиент керек. Болды ғой. Клиент бар болса, қызметін көрсетесің, әкелген затыңды сатасың, үш жақ түрлі ғой. Болмаса не бір қызмет көрсетесің. Бала оқытасың ба, музыкаға тәрбиелейсің ба, массаж жасайсың ба, үйін ремонт жасап бересің ба, бақшасын шөптеп бересің ба, бір қызмет көрсетесің. Сондықтан жастарға айтатыным, интернет-маркетингті жақсылап тұрып меңгеру керек. Кәсіп жасайын деген адамға. Ал енді кәсіп бар адамға қазір шағын бизнес, ол қайық сияқты ғой, үлкен бизнес, мысалы, үлкен бизнестен шығып кету қиын. Мысалы, мен де қазір ет комбинатым бар, ол құлаған кезде, мысалы, нарық қатты конкуренция көбейген кезде, болмаса шетелден қазір импорт әкелетін адамдарға өте қиын ғой. Сол несі көрек аға? Сол несі көрек? Сондықтан мен айтатын едім, мысалы, шағын кәсіпкерлерге диверсификация жасау керек. Диверсификация деген 5-6 түрлі неменеге кәсіптің түрін қарау керек та, бір нәрсеге қадалып қалмау керек. Мен өзім өмір бойы осы аман-есен кәсіпкер ретінде келе жатқаным, мен кемінде 3-4 бизнесті қатар алып жүрдім. Ет комбинатым болған кейін тонға кірдім, соның кейін жиһаз фабрикасына, Қытайға барып киім кірген кезде, бірақ менің тағы да 1-2 бизнесім болды. Біреу құласа, екіншісіне нетесің. Мысалы, қазір импортқа ғане шетелден бір зат әкеп сатып отырған, Қытайдан ба, Жапониядан ба, Корейдан ба, Ресейден ба, Қырғызстан ба әкеп отырған адамдардың бизнес құлайтыны ол заңды. Өйткені қазір адамдар сатып алу мүмкіндігі азаяды. Соның кейін көп адамдар қазір кризис келгеннен кейін қорқа бастайды, ақшасын үнемдей бастайды. Бір недвижимость салып қоя ма, жоқ доллар алып жасап қоя ма, артық шығын жасамайды, артық киім алмайды, артық компьютер алмайды, артық телефон алмайды, ақша үнемдей бастайды. Сондықтан мына импорттан келетін болатын болса, одан нету керек деп ойлаймын. Одан бас тарту керек, әсіресе шағын бизнесте. Енді мен бағана өзің жібердің ғой осы 5 неден. Соған мен кішкене дайындалдым. Бір-екі нәрсе айтып кетейін. Өзің біргеп жасайын дегеннен кейін рахмет. Негізгі біз реал өмірде кездесіп, илеп жүргеніміз бір терінің пұшпағы ғой. Аға, бүгін қараңыз, шаңырақ киіп келдім мен бүгін. Бәріміз бір шаңырақта екенімізді көрсету үшін. Тамаша, тамаша. Мен мына бір рет айтқан, өзіңнің жігіттеріңе де жеткізген жоқ шығар. Біз ана осы кәсіп тренингпен айналысып жүргенде бірігіп бір бас қосып, бірігіп бір немелер өткізсек, бір форумдар өткізсек, мүмкін телевидениеге шығып бірдеңе өткізсек деген сияқты да. Ең бастысы, мен айтатыным, адамдарға рухын түсіріп алмау керек. Ең бастысы, рухы түсіп кеткеннен кейін, бір қорқыныш, ұялағаннан кейін болды. Қазір екеуі қатар келіп отыр ғой. Мысалы, коронавирус келіп отыр, соның кейін мұнайда құлап отыр. Кәсіптің де неменесі қазір кіріс азая бастайды, жалақы төлеу керек, салық төлеу керек, біреулердің офисі бірдеңкесі аренда болатын болса, складтың арендасын төлеу керек. Осы жерде кішкене онан кейін үйде жатасың. Сыртқа шығуға көп адамдар, әсіресе қабат үйде тұратын адамдар қорқады да, соның кейін депрессияның келуі заңды. Өйткені адам жата бергеннен кейін үйде есік алдына шықпайсың, қызметкерлерің жалақысын сұрайды. Біреу баласы ауырып жатыр, біреудің тамақ алу керек, біреу кредитін төлеу керек, жан-жақтан телефон төлейді.
сол кезде депрессия келеді. Ең бастысы депрессияға берілмеу. Осы жерде мен бірден айтып кетейін, мен күнде таңертең таңғы сабақ өткіземін. Таңғы сабақ өткізген кезде мен негізгі мен мына Энтони Робинсонға бардым, Джо Диспензаның 2 рет тренингіне қатынастым, марафондарына қатынастым, кітаптарын оқып жатырмын. Осы жерде мен кішкене психологиямен қатты айналысып жүрмін. Өйткені мына бизнес молодостьта неге адамдар 5% жасайды да қалғандар жасай алмайды десе, ол адамдардың қолынан ештеңе келмейді деген емес. Адамдарда екі кедергі бар. Өзіне деген сенімділік, өзіне деген сенімділік, оптимист адам қанша құласа да, қанша бір ауырып қалса да, банкрот болып қалса да, ол ешқашан беті қайтпайды. Айтады, мен түбі шығам. Анадан жығылсам да түбі шығам. Мен бір 6-7 рет банкрот болған шығармын. Бірақ менде өзім оптимистпін по жизни. Айтам, шешілмейтін түйін болмайды. Шықпайтын тығырық болмайды. Бәрібір шығам. Былай болмаса былай, болмаса былай. Әйтеуір шығам деген адам түпкі сенімі болу керек та. Содан кейін екіншісі табандылық болуға тиіс. Табанды, бәрібір тауға шыққан сияқты да. Көріп тұрсың, біраз демалып алдың, қайтадан, демалып алдың, қайтадан. Мына денесін шынықтыратын адам сияқты. Осы екі нәрсе жетіспейді. Сондықтан мен таңертең сағат 8-де үнемі қазір таңғы сабақтар өткіземін мен постоянно. Сонда осы депрессия деген нәрсені қозғап жүрмін. Қазір депрессияға түсіп кетпеңдер. Сенімге түсірмеу керек. Сенімге кітап жаздым ол туралы. Ол туралы кітап жаздым, целый кітап. Ол туралы целый кітап жаздым деймін да. Өзің, депрессия туралы. Енді мен қазір айтып кетейін, мына Мартин Селигман деген атақты Американың психология психологтардың президенті болған өте мықты адам бар. Сол депрессиядан шығудың тәсілдерін айтады да. Енді мен 5 деп қазаққа түсінікті болсын, 5 деп жаздым соны. Біріншісі, сәтсіздік болды. Сәтсіздік қазір. Теңге құлады, мұнай өсті, сатып алу мүмкіншілігі азайды. Қазір кәсіпкерлердің 99%-ында сәтсіздік болады бизнесінде. Ақырын бола бастайды. Кім енді өте пысық, өзің сияқты интернет жақсы білетін адамдар мүмкін бұны керісінше жақсы жағына пайдаланып кетеді. Өйткені қытайша кризис дегенді қауіп деп те оқуға болады екен, мүмкіншілік деп оқуға болады екен. Сол сияқты кейбіреу бұдан мүмкіншілік тауып, мысалы менің балаларым қазір, менің өзімнің серіктестерім бар, онлайн обучение, мектеп, біз Баулу мектебі деп айтамыз, математика, физикадан қазір сабақ өтіп жатырмыз біз қазір. Осыны қазір біз тегін бір ай тегін өткізейік мектептің балаларына. Кішкене осы жақтан бір кішкене танымалдылыққа жақсы болады. Содан кейін бұл кризис бітеді, ол біткеннен кейін біз қайтадан ақылы өткізе бастаймыз да. Табыс. Содан кейін біз қазір мұғалімдерді оқып жатырмыз. Өйткені біз онлайн сабақ өткізуді өте жақсы білеміз ғой. Мұғалімдерге қалай онлайн сабақ өткізу керек, соны арқылы мұғалімдер енді азынаулақ ақшасын төлейді. Сондықтан біз бүгін жиналыс жасадық, айттық, давай бұны біз мүмкіншілік деп қарайық та, осыдан қалай бір керісінше аудиториямызды кеңейтіп, табысты көбейтуге болады деп жатырмыз. Мүмкіншілік деп қарау керек. Енді жаңағы бірінші сәтсіздік болды, сәтсіздік болғаннан кейін сенімсіздік келеді адамға. Ет пен сүйектен жаратылған адамбыз ғой, сенімсіздік, бір үрей, ар жағы қалай болады, ертең кредитін төлей алам ба, үйімде қарызын төлей алам ба деген сияқты қорқыныш келеді. Салдарында депрессия келеді. Осы жерде не істеу керек деген кезде мен 5-ші деп жаздым, ол салғыласу керек. Өйткені адамның подсознаниясы, жансақтау функциясы болды, мынаны таста, жалақы төлейтін бір жұмыс тауып ал деген сияқты бір немене сыбырлап келе бастайды. Содан кейін 5-ші серпіліс. Сәтсіздік, сенімсіздік келді. Содан кейін салдарында депрессия келді. Енді не істеу керек? Жаңағы подсознаниямен сендегі қорқыныш үреймен дауласу керек, салғыласу керек, содан кейін барып серкілу керек. Салғыласу үшін не істейміз? 4 жолы бар. Біріншісі, бір доказательство, дәлел айту керек. Ананың осал жерінде, мысалы қазір коронавирус жайлы, мысалы, екінің бірі ауырып жатқан жоқ. Ауырған адамдардың бәрі өлмейді екен. Мысалы, бейсанаң айтады, бұдан қалай болады? Біреу түшкірді, бірдеңе жұғып қалды ма? Жөтеле бастасаң, мына бәле келген жоқ па деген сияқты сенде қорқыныш ұялай бастайды. Соған қарсы шығу керек. Содан кейін енді кәсібін жүрмей қалама дегенге бүйтіп айту керек. Бұдан бұрын талай кәсіпкер міндетті түрде банкрот болады. Банкрот болмаған кәсіпкер жоқ. Ана Ахметбек ағамды тыңдап жүрміз, Қуаныш тыңдап жүрміз, Стив Джобсты да тыңдадық. Шынымен кәсіпкер қолайды екен, бірақ одан өліп кетпейсің. Соны енді дәлел, доказательство керек. Дәлел біріншісі.
Бірінші дәлелдейміз. Екіншісі альтернатива. Альтернатива басқа бір неменесін жолын табуға болады. Мысалы, альтернатива іздеу керек. Үшіншісі қорытынды жасау керек. Қорытынды қалай жасаймыз? Осыдан өліп қалған адам жоқ, банкрот болғаннан да. Біз қалай жасамау керек екенін ұқтық. Енді мен отырып аламда, интернет бар қазір да. Мысалы, банкротство болғанда қалай шығуға болады екен? Бүгінгі заманда қай білім маған керек? Қандай білім? Ертең қандай білім керек осы заманда аман есен қалу үшін? Интернет маркетинг деген не? Таргетинг деген не? Копирайтинг деген не? Сайтты қалай жасау керек? Клиентті қалай табу керек? Деген білімдерді игерем қазір. Аштан өліп қалмаймын. Нан мен шайым болса, мысалы, ата-бабаларымыз 32-ші жылда өмір сүріп аштан аман есен қалды ғой. 37-ші жыл қырғыннан да қалды, оның алдында да қырғыннан қалды. Өліп қалмасам, мен бұдан шығамын, бұны деп, да. Содан кейін барып, ең соңында, мысалы, уместность дейді, оны орында қазір отырып жылай берген ештеңе шықпайды. Давай одан да мен бірдеңе істейін деп. Жаңағы 4 нәрсемен ету керек. Ең алдымен дәлел табу керек. Осал жерін тауып, ана сенің сыбырлап жатқан біттің құрдың дегенге қарсы дауласу керек, да, салғыласу керек. Мен бұдан мынандай дәлелмен бар, бұдан аман есен шыққандар. Екінші не айтамыз? Екінші альтернатива. Бұдан, мысалы, былай шығуға болады. Мынандай мүмкіншіліктер бар деп, мүмкіншіліктер іздей бастайсың. Миыңа қандай сұрақ қойсаң, миың солай жауап береді. Бұдан шығудың қандай жолы бар десең, мынандай жолы бар шақыртып жауап береді. Мен өзім әрқашан миыма солай сұрақ қоямын. Бұдан шығудың қандай жолы бар? Ал енді екіншісі, болды, қиын болды, енді бұл түзелмейді. Жаңағы интернетке кіріп, мен телевизорды өшіріп қой деп айтатын едім. Өйткені қазір негативна керемет көп, негативтер. Әлеуметтік желіде негатив көп. Мұнай құлады, доллар теңге енді 500 болады екен, арғарай девальвация бола береді деген сөздерді ести берудің қажеті жоқ, психаңды ауырта беруге. Керісінше, өзіңе мынандай сұрақтар қою керек. Болды бұл енді. Қыс келді. Ол жылай берген ештеңке шықпайды. Алматыда затор, тұман, мысалы, дегеннен ештеңке шықпайды, өзгерте алмайтын нәрсең. Енді мен не өзгерте аламын? Қандай білім іздесем болады? Қандай кәсіппен айналсам, мен қазір күнкөріс бола аламын, күнкөрісім таба аламын деген сұраққа іздеу керек, да? Содан төртіншісі қорытынды жасау керек. Осыдан өліп қалмаймын. Ата-бабам бәленбай жылда өліп қалған жоқ қой. Небір кризистер болды ғой, аман есен шығып жатыр ғой. Бұдан өліп қалмаймын, да? И содан кейін ең соңғысы енді уместность, да. Бүйтіп жылай бергенім не дұрыс емес, да? Одан да мен бір тірлік жасайын. Оды жылап жүргеннен ештеңе өзгермейді деп өзің айту керек, болды. Осы жерде қосымша бір айтып кетейін, коронавирус жайлы. Коронавирус, мысалы, бұрынғы кезде де медицина жоқ кезде де небір оба деген індеттер болды ғой. Халық 100% қырылып қалған жоқ. Даже отбасындағы ауру болған адамдардың да біреулері өлсе, біреу аман қалды. Кім аман қалды? Иммунитеті жоғары адам аман қалды. Иммунитеті осал адам қайтыс болады. Бірақ иммунитетке эмоция өте қатты әсерін береді. Эмоция өте қатты әсерін береді. Адамның мына ауыз қуысында иммуноглобулин деген немене бар. IgA деген, да? AGI деген. AGI деген иммуноглобулин бар. Ол иммуноглобулиннің көмегі, ана вирустар келген кезде, әсіресе грипп деген вирустар, бұрын енді коронавирус бола қойған жоқ. Джо Диспенза айтады, грипп түрлі вирустарды өлтіріп тастайды, жаңағы иммуноглобулин. Оның мөлшері қай уақытта көп болады? Адам таңертең тұрғаннан кейін ең біріншісі шынымен алғыс айту керек. Алла тағала, мен аман есенмін, отбасым аман есен, соған мен рахмет, алғыс. Егеменді елде тұрып жатырмын, үлкен осылай территориясы үлкен елде тұрып жатырмын. Соған алғыс, шынымен алғыс, ауызбен емес, жүрекпен шынымен қуанып айтып, содан кейін секіріп, таңертең жақсы музыканы қойып, таңертең бір жүгіріп келетін болса, оның жаңағы иммуноглобулины IgA кәдімгідей көлемі өседі. Даже сен өтіп бара жаттың, или дүкенге барған кезде жаңағы вирус бар адам түшкіріп жүрсе де, осыған жұқпайды. Өйткені сенің иммунитетің бағанағыны жеп қояды. Содан кейін медитация жасау керек, жақсы музыкамен таңертең, жүрекпен, жүрек үйлесімін, жүректі қосып тұрып. Сол кезде немені көтеріледі, жаңағы IgA-дің иммуноглобулиннің немесі көтеріледі. Енді қысқаша шығынды азайту керек деп ойлаймын.
да, шығындайды керек. Офис болатын болса, өтей алмасаң, үйіңнен жұмыс істе. Да? Содан кейін персоналды бір жағынан қысқарту обал сияқты, екінші жағынан енді сен компания құлап мысалы, сен компанияда 10, 20, 30 адам жұмыс істеп отыр, компания құласа, бәрі жұмыссыз қалуы мүмкін. Сондықтан қанша адамды қысқартамын деп ойлау керек те, оларға бетіне қарап айту керек. Айналайын, қазір мен сен жалақыңды берейін, ары қарай ұстай алмаймын. Мына кризис келді, ары қарай төлеу мүмкіншілік жоқ деп те. Персонал қысқайту керек, офисті кішкене арзанырақ офисқа болмаса үйіңе, кейбір қызмет көрсете алмасаң аутсорсингке беру керек. Бірінші істелетін жұмыс. Екіншісі, импорт болатын болса, негіз импорт шетелден бірдеңе сатып әкеліп сатып жүрсең, мүмкіншілігі болғанша одан кету керек. Или басқа поставщик іздеу керек та. Үшіншісі, әрбір тиын санай бастау керек. Учет. Бұрын учет қанша көңіл бөлмесек, мысалы, енді бухгалтерияны дұрыстап қарап, әр тиын санау керек. Қай товарына рентабельность жоғары, қай товарына рентабельность жоғары, аз. Содан кейін неғұрлым кредиторлармен сөйлесіп, товарды болмаса беретін шикізатты кішкене отсрочкаға жағдайын түсіндіріп, офистің арендаға беретін адамға арыз жазып, қазір төлей алмай жатырмын, кішкене бір айға отсрочка бере тұр, артынан бәрібір төлеймін деп те, кредиторлармен сөйлесу керек. Содан кейін төртіншісі, қандай бір активті сатып жіберетін нәрсең бар. Көлігін сатып жіберу керек па, бизнесің аман қалу үшін, артық бір мебелін сатып жіберу керек па, не нәрсе бар сатып жіберетін нәрсені қарап шығып, артық нәрсе болса сатып жіберу керек. Содан кейін бесіншісі стратегияны қарап, қандай диверсификация жасай аламын, под ниша қандай немені жасай аламын, қалай онлайнға көшсем болады, соны сұраққа жауап беру керек. Содан кейін ең бастысы, не үшін аман қалу керекпін деген сұраққа жауап іздеу керек. Не үшін аман қалу керек? Мен бала шағам үшін. Бұрынғы біздің апаларымыз айтатын, ана сары домалағым үйленбейінше, болмаса ана кішкентайым әскерден келмейінше мен өлмеймін деп. Апаларымнан үнемі еститін мен. Мен кішкентай мақсұтым үйленбейінше, соның немере содан шөбере көрмейінше мен өлмеймін дейтін. Сол апаларымыз жүреді, сүлдерін сүйретіп 90-ға келсе. Сондықтан мен балама керекпін, әйеліме керекпін, әке-шешеме керекпін. Енді не үшін десең, сұраққа жауап тапсаң, не үшін сен ауырмау керексің, не үшін сен банкрот болмау керек десең, қалай деген күш табылады. Өте керемет тақырып. Мен де сізбен бірге қазір сіздің де аудиторияңыз жерде отыр. Ол кісілер де менен жаңа нәрсе еститін шығар. Бірінші жаңа мен өте келісемін. Бірінші нәрсе жаңағы расходқа байланысты. Расход өзі екіге бөлінеді. Кәсіпкерлер біледі. Бірінші расход бар, бұл постоянный расход, екінші расход бар, бұл переменный расход. Переменный расход деген сөз қолдансаң төлейсің, қолданбасаң төлемейсің. Мейлінше стратегия постоянный расходты андай расходқа ауыстыру керек та, жаңағы өзгеретін расходқа. Постоянный расходтардың ішіне кіретіндер жаңағы обычный өзі аренда кіреді, обычный. Екіншісі айлық кіреді. Айлықтағы адамдарға жаңағы дұрыс айтасыз, мен енді жұмыстан олар енді в основном персонал екіге бөлінеді. Ақша алып келетін персонал, ақшаны жарататын персонал болып келеді. Мына ақшаны жарататын персоналдарды жаңағы мен сізбен келісем, мейлінше аутсорсқа берсе болады, болмаса пока енді оны қатты енді мысалы үшін айталық, уборщица. Енді ол оны басқа біреуді жууы мүмкін, дұрыс па? Ода проблема жоқ. Артық нәрселердің бәрін. Осы ақшаны жейтін адамдарды ақшаны алып келетін адамдарға ауыстыру керек та, ізденді. Например, 10% сделкадан сенен деген сияқты. Сонда оларда енді кішкене клиенттен не қылады? Маркетолог бар бұл жерде, таргет жасайтын адам бар, сататын видео түсіретін адам бар, офер жасайтын адам бар, сайт жасайтын адам бар, отдел продаж бар, холодный звонок бар. Осыларға ауыстыру керек. Егер ауыспаса, онда ақшасын беріп, мен ойлаймын, жібере жатса болады. Енді бірден қосып кетейін, қандай шығынды үнемдемеу керек, жарнамаға үнемдемеу керек. Соны айтайын деп отырмын. Екіншісі жаңағыда неге байланысты, жаңағы қарыздарға байланысты ең үлкен қателік, енді өзім мен талай қарыз болған адаммын. Бұл қазде қара мен сізді көрсетейінші, терафлю тұрда, терафлюға тегін берілген нәрсе да, антисептик. Подарок терафлю дейді. Наны сатты да 500 теңгеден сатқан наны. Наны сатқан адам бұл бетсіз адам. Бұл қазір 500 теңгеден табуы мүмкін, азар болса 1 миллион табады, 2 миллион табады, 2 миллион қазір енді 4 доллар қалды ғой, қарап отырсаңшы. Наны сатып ақша алғанмен, бірақ сен арын сатасың да, потому что любой кәсіпкерді репутация деген маңызды. Репутацияң болмаса, сенің қазір үлкен проблема болады. Менде көп қаншадан қарыз болсам да, мен айтамын, қазір мен төлей алмаймын, ренжіме, бірақ үстіне айтамын, мынанша процент доллармен беремін, ана нәрсе беремін деп, мен минусқа кіруім мүмкін, бірақ мен бүкіл кредиторлармен бірге сөйлесеміз. Так, осылай болып жатыр, жағдай мынандай,
мен осынша уақыттан төлеймін, аз суммадан болса да мен төлеп беремін деп. Мен бұған байланысты құпия кітабымда ақ қалған техника бар. В принципе, соны қолданса болады. Ең бастысы қашпау керек. Бірақ осыны жасап жүрген адам өкінішке орай бұл қазір анау сохранение деген стратегияға кетіп қалады да, бұл қорғануға кетіп қалған. Қорғанып жүріп ешқашан соғыс жеңілмейді, тек қана атакамен жеңіледі. Сондықтан мынау жұмыстарға бір адамды сайлап қойсаңыз болады, бүкіл кредитормен сөйлессе болады, жаңағы қызметкерлермен сөйлесу керек. Екіншісі жаңағы Ахмет бай айтып отқандай, бұл маркетингке ешқашан ақшаны надан артылған ақшаны маркетингке салу керек. Маркетинг дегеніміз не? Маркетинг деген жаңа клиент тарту формуласы, постоянно біз өйде лид анау бар, өйде оның как бы Ахмет бай ағада үйретіп жүрмін, мен де үйретіп жүрмін. Принципі одан қатты проблема жоқ, ютубтан да қарасаңыз болады. Мен гаммиде айтамын ғой, орташа база клиентті жинау, орташа чекті көтеру және транзакцияның санын көбейту. Үшеуі өте маңызды. Одан кейінгі нәрсе қазір и продуктовый матрица. Продуктовый матрица деген нәрсе не ол? Продуктовый матрица деген бұл сен баяғыда қымбат нәрсе сатсаң, уже арзан нәрсеге берсе болады, пробник ретінде берсе болады. Кезінде анау соғыстың кезінде бүкіл адамдар біледі, бізде Кентауда болсын, біздің Қарағандыда болсын, металл шығаратын жерлер оқ шығарған ғой енді. Сол сияқты переоборудование болуы мүмкін, жаңағы өте дұрыс келсем, ақша қай жақта бар, арыңды сатпайтын сол жаққа барса болады, сол жерден ақша іздеу керек. Почему? Потому что сен қорғанып, сен пайда таппайсың. Атаковать етеді. Маркетинг деген бұл бизнестің атакасы. Маркетингі жоқ адам атаковать ете алмайды, жаңа клиент тарта алмайды. Өйткені мынандай, қазір біздің енді мына жерде 2000 адам қарап отырса, Қазақстанда 18 миллион адам болатын болса, примерно олардың көбісінің хабары жоқ. Бәрі қазір паникаға барады. Бәрі маркетингтен өшіреді, рекламаларын өшіреді. Қазір енді адамдарды бөлмеу керек. Қазір мысалы үшін қарап отырсақ, елде мороженое, туалет бумага алған адам мороженое алып жатыр, былайша айтқанда. Сондықтан да маркетингті дұрыс қойып, алған адам ғана қазір мен ойлаймын осы кризистан аманесін өтіп кетеді. Маркетингті дұрыс қоймаған адам, тек қана бар ақшасымен қолына ұстап қалған адам, мен ойлаймын бұл адамды болашағы кішкене бұлыңғырт деп ойлаймын мен өзім. Мен оны бүйтіп түсіндіремін, мысалы, ол сенің сиырың ғой деп. Енді дұрыс ауылда, дұрыс адам, дұрыс крестьян өзін емес, сиырының алдымен тамағын береді. Соның жемін, шөбін беріп, соның қорасын жылғаннан кейін біздің әкеміз айтатын: малға шөп бердің ба, малды суғардың ба, мал шөп жемейінше үйге кіріп, сен тамақ ішуге қақың жоқ. Сондықтан сенің ана бизнесіңдегі рекламаңды жіберіп, клиент әкелетін бизнесіңді жолға қоймасаң, рекламаңды бәрін жолға қоймасаң, сен өзіңнің тамақ ішуге қақың жоқ. Сол жағына мен келсем, ең лида генерацияға ақшаны аямау керек. Бәрін қысқартсаң да, лида генерацияны қысқартпау керек. Ол ең крайний версия, тем более қазір, тем более Facebook ақшаны бір айдан кейін алады, екі аптадан кейін алады. Қазір оған енді қазір ақша салып та қажет емес, оны сен салған ақшасын қайтарып отырсаң болады. Жалпы мына жерде мынандай ғой, одан кейін бар көп адамдарға да айтайық, қазір мынау кризистің заманында екі вариант бар. Үйде көріп сериал көресің, бағана стористен бір адам танысымды көріп қалдым, до того ішім пысқаннан қалаулығын көріп отырмын дейді да. Енді ол адам скорее всего жұмыссыз қалады кризистің кезінде. Не істеу керек? Мен ойлаймын, жаңа технологияларды ойлау керек, іздеу керек, зерттеу керек. Мен де принципе Ахмет бай аға талай тегін марафон жасап жатыр, дұрыс па аға? Талай тегін марафон жасап жатыр. Мен де айтқым келеді. Уникальный торговое предложение. Қазір кімнің уникальный торговое предложениесі мықты болады, сол жеңеді аға, дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Кімнің оффері күшті, кімнің коммерческий предложениесі, кімнің call to action'ы мықты, кімнің лендингі жақсы, кімнің продающий видеосы жақсы, продающий баннері жақсы, солар істейді. Оны істемеу нормальный. Но ойлаймын, мынау кризис қазір осылардың бәрін үйренуге, мен ойлаймын, керемет мүмкіндік сияқты. Әрине. Қазір уақыт бар. Енді мен айтатын, бұл жерде босаңсымау керек та. Маған да мен Бауыржан айтады, бәрі аға кинолардың тізімін беріңдерші деп, біздің енді қазір 1000 адам оқып жатыр. Мен айттым, қайдағы кино? Ұмытыңдар, сериалды ұмытыңдар. Таңертең 5-те тұрасың. Содан кейін өзіңнің білім жетілдіру программаңда, соны қазір офер жазу, бүгін 50 офер жазам, 10 сайт жасаймын, таргетинг жіберем, сонымен ғана. Енді ой еңбегін әрине нетіп отыру керек. Таңертең адам аз кезде 5-те тұрып алдым. Мен күнде 5-те тұрамын өзім, бүкіл команданы тұрғызам. 5-те тұрдың да, жуынып шайынып алғаннан кейін бір 45 минут, 1 сағат жүгіріп келдің, отырдың да компьютермен жұмыс істедің. Бір жарым сағат. Соны қайтадан кино көру, сериал көруді көп ойлайды. Ол керісінше депрессияға түсіреді. Кино көрсе, мынандай киноларды көрсе болады, рух беретін да. Мен бүгін Авиценнаны көріп шықтым. Мысалы, сол Авиценнаның кезіндегі оба ауруымен қалай күрескен деген сияқты да. Военный ныряльщик деген кино бар да, керемет.
рух беретін. Одан кейін погони за счастьем. Содан кейін миллиард, малыш на миллиард жоқ неме, бір... Миллиард инструктор шоу. Да, жоқ, одан кейін бір банкрот болып көтерілген бір бала жайлы. Миллиард за миллион ба, сондай немересі бар. Миллиард за миллион. МЗС қой. Жоқ, МЗС емес, бір балдыр сатып көтеріледі ғой, Қытайдың баласы, Гонконгтың баласы. Содан кейінгі мына керемет Нобель сыйлығын алған, той сыйлығын алды, қазір Оскар алған подвал, жоқ неме еді? Паразит. От паразитті мен мәжбүрлеп отырып көргіздім. Содан кейін прям әгеге кино погружение жасадым мен өз командама. Әрбір жерін тоқтатып, оның ар жағында үлкен смысл бар. Енді қазір байығандар байы береді, кедейлер кедейлене береді. Оңтүстік Кореяда негізгі батыс елді бұл алды. Сондықтан Қазақстанда да ана подвалда бала-шағам, болашағым өмір сүрсін демесең, әрбір минутыңды тек қана өзіңді біліміңді дамытуға, әрбір тиыныңды бір тиынды екі тиын қылуға. Мен өзім командама айттым, кемінде бір 3 миллион теңге таза табысқа шықпайынша, сенің кино көруге, қыдыруға қақың жоқ. Артық телефон алуға, бір күшті компьютер алуға қақың жоқ. Әрбір тиыныңды тек қана өсімге салуың керек. Әрбір сағатыңды не денсаулығын түзетуге, не білімді ары қарай дамытуға салу керек. Басқа жол жоқ. Дәл осылай қазіргі кризис кезінде осылай өмір сүру керек деп ойлаймын. Аға, бір сағатымыз болды. Алла разы болсын. Қалайсыз? Настроение жақсы, ұнады ма? Жақсы, рахмет, Қуаныш бауырым. Енді мен ағалық танытып, өзіңе бір-екі рет сәлем айтқан, жолығайық деп мүмкін көмекшілерім жетіспеген шығса. Өзің інілік танытып, шығып, осылай бәрі айтып жатқан, ой, неге бірікпейсіңдер, неге сендер қазақтар осылай бір береке бірлікпен біреуіңнің білімің көп, біреуіңнің тәжірибең көп, қосылсаңдар жақсы көп дүние жасайтын едіңдер деп. Алда талай осындай дүниелер жасаймыз. Рахмет, сіңіріп жатқан еңбегіңе, біліміңмен бөлісіп жатқаныңа мен қуаныштымын. Әсіресе осындай қиын қыстау кезінде ер азаматтар алға шығу керек, елге жол көрсету керек. Аға, мен бұл жердегі екі үлкен нәрсені мен көрсеткім келді. Біріншісі, бұл осындай кризистің кезінде қазір дау-дамаласып, бір-біріміздің артымыздан жүретін заман емес, наоборот, бірігетін заман деген нәрсені көрсеткім келді. Екінші нәрсе, мынау бастағы коронаны алып тастап, қазір сенің бизнесіңе, өміріңе пайда алып келетін кім болса да, орыс, басқа, үлкен, кіші кім болса да, бұл ақыл сұрау керек деген нәрсені мен қазір осыны көрсеткім келді. Сондықтан ана айтты, тинейджер на миллиард. Тинейджер на миллиард. Иә. Сондықтан мен сіздің ана бұл жерде отырып, мен енді білімім көп, ана көп дегеннен құры, бұл жерде ақылдасқаннан ешқандай проблема жоқ деген нәрсені өзім көрсеткім келген де сол. Ешқандай неңізді, сіздің біліміңізді анау бір әріп үйреткенге 40 жыл құлдық дейді жалпы қазақта. 40 мың құлдық дейді. Бұл жердегі нәрсе қазір басымызда біліміміз дұрыс болмайтын болса, онда біз қиналады. Сондықтан мына жерде еді Ахметбек ағаның қазір аудиториясы өшкеннен кейін кетіп қалуы мүмкін. Ертең кешкі сағат 8-де Марғұлан Сейсенбаймен бірге аға үлкен тікелей эфир болады. Сол жерден мүмкіндігіңіз болса соны көрсеңіз болады. Ал жалпы бүгіндік мына жерден аудиториямнан сізге рахмет айтқым келіп отыр. Мен де сенің аудиторияңа бірдеме айтып кетейін. Мен күнде таңертең сағат 8-де таңғы сабақтар өткіземін Инстаграмнан. Сол жерде мен мына Энтони Роббинстің тренингтеріне марафонда қатынасқам. Онан кейін әлем мойындаған нейробиолог ғалым Джо Диспензаның тренингтеріне қатынастым. Содан жинаған білімім арқылы жалпы квантовая физика дегенне, онан кейін қалай депрессиядан құтылуға болады, эмоциональный состояниені қалай жоғары көтеруге болады, таңғы сабақтар өткіземін. Тегін менің таңғы сағат 8-де Инстаграмға қосылсаңыздар, сұрақтарыңызға жауап беремін. Біраз жақсы мағлұматтар аласыздар деп ойлаймын. Мен қазір осы біткеннен кейін сторисқа сізді белгілеп қоямын, қосылып жүрден сізден бірге қарай береді аға. Жақсы. Алла разы болсын. Қосымша тағы бір айтып кетейін, мен 12 күндік мына тегін сабақ өткізіп жатырмын, өзгергім келеді деген. Соған менің Инстаграмға кірсе, мен 12 күндік сабақты мүлде тегін беріп жатырмын. Оны да көруге болады. Сол жерде қандай саланы табу керек, қалай өзіңді өзің осындай қиын-қыстау жағдайда шығу керек, жалқаулықтан қалай құтылу керек деген 12 сабақ бар, тегін таратып жатырмын. Оны да алсаңыздар, мархабат. Все, қазір мен бір 2 минут уақытым бар, аға біткеннен кейін сіздермен қоштасам. Аға, рахмет, Алла разы болсын, хабардар боламын сізбен бірге. Жақсы. Қазір енді сіздерге бір мүмкіндік берейін. Ахметбек мырзаға мыңда бір алғыс. Ахметбек мырза
Қараңыздар, қазір мына жерде мен 110 қадам бар. Қазір де мүмкіндіктеріңіз жоқ болып жатса, скриншот жасап алсаңыздар да болады. Нені үйренуге болады деген міне. Мына УТП-ны скриншот жасап алыңыздар. Ақшаларыңыз енді қиналып жатсаңыздар, мына жерден қараңыздар. Осы не екенін Google-дан қарасаңыздар болады міне. УТП, офер, мына бәрін скриншот жасап алыңыздаршы. Коммерческие предложения, call to action, сайт, осылардың бәрін, білмейтін нәрселеріңіздің бәрін бір қарап шықсаңыздар. Неменесін қараңыздар. Продающий видео пост, осылардың бәрін міне скриншот жасап алыңыздар. Енді неге сатылатын дүние ғой. Бірақ сіздерге осын тегін былай көрсетейін, қарап аласыздар. Міне үйренетін нәрселерді Халдын Зоновты естімеген болсаңыз, Google-дан қарап бір қараңыз. Контекстный рекламаны естімеген болсаңыз, осыны бір қарап алыңыз. Міне геометкалар, сторителлинг деген нәрсе. Осында бір назар аударсаңыз, сізге де пайдасы көп болады. Партнерская программа, лид магнит, мынаны білмесеңіз, Google-дан қараңыз, мынаны қалай істеу керек екенін. Так, скрипт продаж, мынаны не екенін естімеген болсаңыз, осыны бір YouTube-дан қараңыз, Google-дан қараңыз. Міне скрипты продаж. Міне анализ конкурентов, WhatsApp жаңағы триггер деген нәрсені естімеген болсаңыз, мынаны бір не қылыңыз. Аналитика показательдер. Енді в принципе бұл жерден тегінде қарап осып бірақ қараңыз, сатып аламын деген болсаңыздар, бағасы өте қымбат, 990 теңге тұрады бағасы. Міне мынаны скрин жасап алыңыздар, Нұржан мырзаға хабарлассаңыздар, Нұржан мырза сіздерге береді. Нұржан мырзаға айтыңыздар, бизнесі бар адамдардан қалай дамытуға болатыны, және бизнес жоқ адам болатын болса, қалай бизнес бастауға болатынына байланысты менің 5 мың мен 25 мың теңге тұратын сабақтарым болған. Соны тегін беремін сізге. Соны тегін береді. Нұржан мырзаға айтсаңыз болды, иә? Ойдан ешқандай проблема жоқ. Мына жерде в принципе не үшін айтып жатырмын, мынаны қараңыздар. Қайтадан айтылайын, ақшаңыз жоқ болса, просто естімеген нәрсеңізді көріп алыңыздар. Міне просто оқыңыз, Google-ға жазыңыз, сегментация деген сөзді естімеген болсаңыз, соны бір қараңыз мына жерден. До продажи не екенін түсінбесеңіз, мына жерде мынау бизнесте сатылымды арттыратын 110 қадам деген нәрсе. Осыны в принципе 990 теңгеден сатып алуға болады. Болмайтын болса, жаңағы в принципе сақтап қоямын, соны жерден қарап аласыздар. Бұл не үшін керек? Бұл жерде сізбен қазір үйде жата бергеннен гөрі немен айналысу керек деген нәрсені в принципе сол сұраққа жауап берсеңіздер болады. Ертең кешкі сағат 8-де Марғұлан Сейсенбай ағамен бірге тікелей эфирде боламыз. В принципе мен ойлаймын мықты нәрсе болды деп. Сол алған адамдар болса, мынаны жайлап видео қарап осыны істесін. Халал өңгөруді, басқа бір нәрсе, пайдасы жоқ нәрселердің бәрін қараудың маңызы жоқ ешқандай. Так, Ахмет мырза үшін кіріп енді шығып барамыз дейді. Ну давайте, да, проблема жоқ. Ахмет мырзаға да рахметімді білдіремін. Осымен в принципе тікелей эфиріміз бітті. Ешқандай вопрос жоқ деп ойлаймын. Нұржан мырзаға хабарлассаңыздар да болады. Нұржан мырзаға міне 990 теңгеге кәсіпкерлердің жасайтын 110 қадамын алсаңыз болады. Жоқ болмаса, в принципе қазір мен тізіп айтып шықтым. Осылардың бәрін кейін тоқтатып YouTube-тан болмаса Google-дан қарасаңыздар болады. В принципе сол. Все. Бүгінгі кешіміз осымен бірге тамам. Алла разы болсын бәрімізге. Кешіміз қайырлы болсын. Мына шамында уақыт кірді. Құдайды бір еске алайық. Мына жұма намазға да барудан қалдық қазір. Жұма намаз бізден отказ берді ме? Біз жұма намаздан отказ бердік. Оны Құдай өзі білмеймін. Ол дүниеде енді жақсылығымызды берсін деп ойлаймын. Все, ертең Марғұлан аға сағат 8-де дайын болыңыздар. Иншалла біраз нәрсені шешеміз. Мана жаңағы кәсіпті дамытатын, бизнесті сатылымды арттыратын 110 жол деген бар. Нұржан мырзаға хабарлассаңыздар, Нұржан мырза сіздерге береді. Нұржан мырзаға айтсаңыздар, бизнесті қалай дамытуға байланысты 5 сағаттық менің сабағымды соны тегін береді. 20-25 мың теңгеден, ол 5 мың мен 25 мың теңге сатылған, осыларды алсаңыз болады. 990 теңге тегінде берейін десем, тегін берген ешқандай пайдасы жоқ. Хотя бы 990 теңге беріңіз, мен сізге 25 мың теңге берейін. В принципе, осы кеш қайырлы болсын. Иншалла кездескенше ертең кешкі сағат 6-да.